Достар, бізде сыртта жалғасып жатқаннан кейін ондай бір официальный не болмайды, ұсыныс болмайды жұптыққа. Проектте болсақ, ол кезде можно было былай жасап халықтың алдында. Енді этаптан этапқа потихоньку өтеміз ғой. Прям ондай қылмай. Ойбай, бісміллә. Жақсы. Қосаққа көз қайрасым жақсы. Бірақ өкінішке орай тек арамызда неге инстаға ғана салып отырам. Не жаңалық бар екендігін бізде соның барлығын. Былай проекте бар. Қазір қызбен жігіт болып жүрсің бе? Ту не жазып отыр? Біреу айтып жазады бәрі әйтеуір. Нұртас демалыста да демалмайды екен ғой дейді. Я солай. Жоқ, кеше енді шамалы кеше демалды, я. Бүгін кешке шықты жұмысқа. Бүгінгі запись. Қайта баруға ниет жоқ. И Нұртас та бір жағынан қаламайды. Мен қайтып барғанымда. Нұртаспен, я? Нет. Биыл сол мен ойлағанмын, бір апта месті өткізгеннен кейін жалғастырам ғой деп ойлаған, бірақ уже ол қарыз болып кетіп тұр екен да. Оразам сонымен ұстаған жоқ биыл. Бірақ 3 жыл ма 4 жыл ма қатарынан ұстайды да. Ұстап жатқан, то есть. Шай болады 25 деген число. Ұмытпау керек екен, негізі. Өзі бір рет төлейтін күнім ғой сол 25-і. Еще біздің таныстық бастаған күніміз числосы, то есть 25 деген цифрышы. Қосылайық қашан барасың. Кстати, қыздар, мен сіздерге жақсы жаңалық айтайын ба? Вот сіздер көрдіңіздер ғой, мен пост салдым ғой. Ертең бұйырса скидка товарлар көрсетем. Если что, андай бір рекламировать етіп жатқаным жоқ, бірақ егер де алып үлгеріп қалам десеңіздер деген ғой. Честно, былай бол. Эфирсіз өмір, ол кішкене тыныш та, негізі. Біраз миың тынығады, өзіңе көңіл бөле бастайсың. Мен шынымен де андай проектте жүрген кезде күнде азанда барамын, сосын кешке қайтқан кезде кішкене зорғып кетемін. Мен андай күнде жүрген кезде жұмыста енді әйтеуір кішкене демалатынбыз, енді 4 сағат андай эфирда жүрген кезде енді бәрін тыңдап отырған кезде миға да кішкене нагрузка болады да. Қазір бәрі тыныш, шүкір бір қалыпты. Реклама. Жоқ, былай ғой, негізі кіріп көрсеңдер болады, несен парақшасын ашы. Эксклюзив киімдер сататын магазин ғой. Зари рекламасын жасайтын еді, соның киімдерін киетін, если не алсаңдар, білетін болсаңдар. Сол жақ ертең скидка товарлар көрсетем өзім. Ортасы саған қимаймын. Ең нағылайын қимасам. Сосын бұйырса футболкалар келеді. Тіпті арзан бағада. Қойш деп қаппын ғой бағана. Мынандай базовый мен киіп жүрмін, осындай скини сияқты базовый футболкалар. Жақсы киімдер келеді ғой. Эфирға бармасаң ақша қайдан табасың дейді. Кім айтты эфирде ақша береді деп? Жоқ, еще мен андай адамдарға таңғалам бар ғой. Осы қыз неге Нұртастың жанынан шықпайды деп ше, какая вам разница, мен қасынан шықпайын ба, қай жерінен шықпасам да түсінбеймін. Еще дардай апалар жазады,
или білмеймін бір тасқа тиіп алғысы келе ма, осындай жаңағы біреу жазып отыр ғой, сондай біреулер. Ау, біз өзімізбен өзіміз тамақ ішіп жүрген адамбыз ғой, тамақ ішіп өзімізбен өзіміз жұмыс жасап. Түсінбеймін ондай адамдар ғой, не жетпейтін. Эверест қалай иә, мен негізі Аидамен татуласқан жоқ едім. Қоштасқа қызымды қайтадан алған еді. Негізі Нұртас мен үшін енді ортаға шықты ғой. Бірақ байқасаңдар енді ол көбіне өзі дұрыс жауап бергісі де келмейді. Сағындым дейді ол сені. Иә. Нұртас бәйден ортаға істегендегі. Құдай өзі бір сондай осындай бір өзек таратқыштарды бар ғой, бір аяусыз жазалайды екен да негізі. Біздің Аидамен отношениямыз өте жақсы. Біз меспа салған кезде Аиданың өзі маған жаңағы удачиклеп жазған қыз. Ол ситуацияда мен түк комментировать еткен жоқпын, потому что на самом деле олай болған жоқ. Интервьюнда да дұрыстап анықтап қарасаңдар, чё как екенін барлығын түсіндіріп айтқан. Біз Аидамен жақсы қарым-қатынастамыз, если что. И сондықтан келіп алып маған өйтіп сен өйткені бүйтесің деген нәрселерді не о чем пихать етіп өздеріңе күнә жинамай қойыңдар деп айтқым келеді. Тып-тыныш өздеріңнің өмірлеріңді сүріп жүре берсеңдерші, қайтесіңдер? Біреудің артын сен бүйткенде сөйткенсің деп өсек шығатын ұқсамайды. Менің өстіп тілімді қыштасыңдар бар ғой, сосын отырасыңдар сөз естіп осында жазатын адамдаршы. Мен сендерге бәрін, менің араманаумен анандай жақсы, біз осыны өйткенбіз деп бәрін детально айтуға міндетті емеспін ғой, бір Алла білсе болды ғой. Істейтін тірліктерім жоқ, басқа проблемаларым жоқ, отырады әркімді аңдып. Жоқ, мынау эффект сондай ғой өзі. Атак мен ерінің өмірі ондай үлкен емес, кішкентай ғой. Гүлзада түріңді аңқитып сап қоямын да, как бүткіл Қазақстанға. Ерма тебе отырсын. Мен сөйтіп сабамын ғой біреулерді, негатив жазып отқандарды. Танып атады ғой. Ойлаймын, мынау біздің көршіміз етіп жазып біреу. Просто мен иногда андай адамдар түсінемін, типа менің ашуыма тиіп, сол туралы біліп алғысы келетін адамдар болады өзі. Типа енді мен ашуыма тигізіп, сол информацияларды шығарту ғой, короче, мененше. Но мен до конца ол ситуацияда үндеген жоқпын негізі. Басты стористе шығардым, чё как екен. Ну, сосын мен тұрдым дейтін, құрсыш, барлығы реттеледі деген сияқты. И мен өзімен сөйлестім, біз нормально шешіп алдық сол моментте. Білмеймін, қазір халық деген немене әлі бір қатқан боқты илеп әлі отыр. Жоқ, Нұртас бенттен кеткен жоқ. Не көрсетейін? Бағана сол түсірген ютубтан. Жұптыққа ұсыныс болмайды, достар.